Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар. Өзін-өз таңы сабағына қош келдіңдер. Біз сендермен әсемдік әлемінде тарауы бойынша жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әрдайым көмектес, ешқашан зиян келтірме. Бүгінгі сабақта біз өзгелерге әрдайым көмектесу, ешқашан жамандық жасамау, зиян келтірмеу сияқты ізгі қасиеттер туралы сөз қозғаймыз. Аға, ол мысық бұл тақтайды не үшін салатынымызды түсіне ме екен? Түсінбесе де, ол далаға шығу үшін көзіне көрініп тұрған нәрсеге өрмелейтіні анық. Міне, өрмелеп келе жатыр. Шықты, сүйкімді екен. Шұңқырға өзі түсіп кетті ме екен? Дана, мысық өте сақ әрі шапшаң қозғалады. Өзі түсіп кетуі мүмкін емес. Оны қатыгез, адамгершілігі жоқ біреу тастап жіберген ғой. Аға, адамгершілік деген не? Адамға тән мейірімділік, қайырымдылық, кешірімділік сияқты түрлі ізгі қасиеттер бір сөзбен адамгершілік деп аталады. Адам өзіне жасағанын қаламайтын, жаман әрекеттерді біреуге жасамайтын болса, және өзінің басқа адамдардан күтетін жақсылығын біреуге жасай алатын болса, адамгершілік деген сол дер едім. Түсіндім. Өз басым қауіпті жерде аз сусыз жалғыз қалғым келмейді. Басқаның да ондай жағдайда қалғанын қаламаймын. Сондықтан бұл мысықты өзімізге алып асырағанымыз дұрыс шығар. Адамгершілік деген сол болмай ма, аға? Дұрыс айтасың. Шұңқырдағы мысықты көріп тұрып, оны қалдырып кеткеніміз адамгершілікке жатпайды. Төле би атамыз ел басына қауіп төнген кездің өзінде адамгершіліктен аттамау үшін жаудың ортасында қалудан қорықпай отыра берген. Қалайша? Басынан бастап айтып беріңізші. Жоңғар әскері қазақ жерін таптап келе жатады. Жолдағы елдің бәрі жан-жаққа қашып көше бастайды. Сонда жалғыз үй көшпей отыра береді. Жоңғар қоңтайшысы батырларын жұмсап, анау жалғыз үй неғып көшпей отыр, барып біліп келіңдер дейді. Келсе, ол Төле бидің үйі екен. Жоңғарлар әкіреңдеп, жұрттың бәрі көшіп кеткенде, сен кімсің, неғып отырсың дейді. Төле би олардың алдынан шығып, жігіттер, сабыр етіңдер, алдымен үлкен кісіге сәлем қайда дейді. Әдет дәстүрден бір сүрінген олар сәлем берсет. Енді тыңдаңдар деп сөз бастайды Төле би. Шаңырағыма қарлығаш ұя салып ет. Сол құс сарауыз балапандарын қанаттандырып, өргізіп жеткізгенше, мен еш жаққа көшпеймін. Қарлығаш қасиетті құс, адам баласының досы. Сендер білесіңдер ме? Ертеде дүние жүзін топан су қаптағанда, Нұх пайғамбардың кемесін суға батудан аман алып қалған осы қарлығаш. Адам баласына қастандық жасамақ болған жыланнан да қорғап қалған осы қарлығаш. Мен жау келді деп үйімді жығып, оның ұясын бұзып, балапандарын шырылдатар жайым жоқ. Сендердің балашағаларыңды улатып-шулатып, қырып, қырғын сүргін қылып жатса, ұнатар медіңдер? Хандарыңа осы сөзімді айтып барыңдар дейді. Жоңғар жігіттері барып, Төле бидің осы сөзін айтса, қоңтайшысы, ол әулие адам екен, оған тимеңдер, оның төңірегіндегі елінде қозғамаңдар депті. Содан былай қарай, Төле би қарлығаш әулие атанып кетіпті. Қысқа жасаған адамгершілігінің арқасында айналасындағы елін де аман алып қалыпты. Керемет екен. Мен де адамдарға да, жан-жануарларға да тек жақсылық жасайтын боламын. Міне балалар, осы бейнефильмнен түсінгеніміздей, адамдардың жақындарына, достарына, басқа адамдарға мейірімділік көрсетуі, қайырымдылық жасауы, көмектесуі, жанашыр болуы ең басты адамдық парыз екенін білдік. Ал енді балалар, сабағымыздың дәйек сөзіне назар аударайық. Қазақтың батыры, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, көрнекті жазушы Бауыржан Момышұлының айтқан нақыл сөзімен танысайық.
ешкімге де, еш нәрсеге де қылдай қиянат жасама. Бауыржан Момышұлы. Бұл нақыл сөзді қалай түсінесіңдер? Нені ойға түйіп, жадымызда сақтауға тиіспіз? Сендер қандай азамат болып өсулерің қажет? Иә, балалар, адал, мейірімді адам ешкімге, еш нәрсеге зиян келтірмейді, қиянат жасамайды. Айналаңа сүйіспеншілікпен, түсіністікпен қарасаң, ешкімге де, еш нәрсеге де зиян келтірмейсің. Ең бірінші өзіңе қиянат жасама. Нағыз адам әрқашан көмек беруге әзір тұрады. Адам басқаларға көмегін ізгі ниетімен, сөзімен, жақсы ісімен көрсете алады. Әрқашан көмекті қолғабысты риясыз жасау керек. Сонда ғана ол қуаныш әкеледі. Риясыз ізгі ниетпен жасалған көмектің барлығы дұрыс әрекет болады. Балалар, енді назарларыңа аңыз әңгімені ұсынамын. Сахараның ыстық күнінде бір адам түйеге мініп келе жатыпты. Ұзақ жолдан шөлдеп, шаршап келе жатқан бір жолаушыны кездестіреді. Жолаушы одан су сұрайды. Ол түйеден түсіп, су берейін деп жатқанда, жолаушы оны итеріп жіберіп, түйесіне міне салып, қаша жөнеледі. Түйенің иесі оның артынан былай деп айқайлапты. Жарайды, түйені алсаң ал, бірақ бір өтінішімді орындашы. Осы болған оқиғаны ешкімге айтпа. Мұны естіген адам таң қалып, тоқтап, себебін сұрайды. Сонда әлгі адам: егер оқиғаны біреуге айтсаң, елдің бәрінің құлағына жетеді. Кейін адамдар жолда жәрдем сұрағандарға көмек көрсетуге қорқып, ешкімге көмектеспейтін болады деген екен. Балалар, өсиет әңгімені мұқият тыңдадыңдар деп ойлаймын. Қандай ой түйдіңдер? Әңгіме сендерге ұнады ма? Олай болса, мына сұрақтарға бірге жауап іздеп көрейік. Жолаушы түйе мінген адамның жақсылығын неліктен түсінбеді? Түйе мінген адамның өзгелерді көп ойлауының себебі неде? Неге ол жолаушыға ренжімей, тек жай ғана өтініш айтты? Сендер өмірде осындай жағдайларға куә болған кездерің болды ма? Үлкендерге әңгімелеп беріңдер. Енді балалар, мен сендерге шығармашылық жұмысты ұсынамын. Бұл тапсырманы орындай отырып, сендер жаңа тақырып бойынша түсініктеріңді кеңейтесіңдер. Және өз бойларыңдағы құндылықтар мен адами қасиеттерді жүзінде көрсете алуға мүмкіндік аласыңдар. Мына суретте не көріп тұрсыңдар? Суретті отбасындағы үлкендермен талдап, өздерің отбасы мүшелеріне қандай көмек көрсететіндерің туралы әңгімелеп беріңдер. Сонымен, қымбатты балалар, сендер бүгін жаңа тақырып бойынша ең негізгі басты деген мәліметтермен таныс болдыңдар. Абай атамыздың 14-ші қара сөзіне жүгінетін болсақ, нағыз жүрек ісі рақымдылық, мейірбандылық және әртүрлі істе адам баласының бәрін өзіне тартып, бауырым деп өзіне ойлағандай оларға да болса егеді делінген. Яғни жақсылық жасау әр адамның қолынан келеді, бірақ сол жақсылықты жасауға деген таза ниет болу керек екен. Әрдайым жүрегіміз кең, пейіліміз ақ болып, жақсылық жасауға ұмтылып тұрайық балалар. Бір-бірлеріңе әрдайым көмектесуден жалықпаңдар. Ешқашанда ешкімге зиян келтірмеңдер. Сол кезде адам бойындағы адамгершілік қасиеттер қалыптасады екен. Бүгінгі сабақтан алған білімімізді ойымызға түйіп, жақсы қасиеттерді жүрегімізде сақтайық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.